Мен Кореяда істеген жұмыстарыма обзор 1-ден 10-ға дейін бағалап, плюстары мен минустарын айтып кетемін. Полидағы немесе парниктегі жұмыс 10-нан 3 балл. Минустары өте лас жұмыс, күннің астында күйесің. Плюстары айлығы жақсы, және қыздармен әңгімелесіп, уақыт тез өтіп кетеді. Шиктаңда посуда жуу немесе официантка болу 10-нан 4 балл. Плюстары тамағы және айлығы жақсы. Минустары кәріс апаларың тыныштық бермейді, кешке белің түсіп қала жаздайды. Стройка 10-нан 7 балл беретін едім. Минустары өте лас жұмыс. Плюстары демалатын уақыты көп және айлығы жақсы. Завод мен үшін ең ыңғайлы жұмыс, 9 балл беретін едім. Плюстары таза жұмыс, қыста жылы, жазда салқын жерде жұмыс жасайсыз. Минустары ішің пысып уақыт өтпей кетеді. Бірақ заводтың да неше түрлісі бар. Көбіне пищевой заводтарда жұмыс ауыр және жеркенішті. Қыздарға украшение, кірпік, тырнақ, наушник ештеңеге рұқсат берілмейді. Және холодильниктің ішінде жасайтын жұмыстар маған ұнамайды. Маған ең ұнағаны пластиковый завод. Мен осы заводта 4 жылдан астам жұмыс жасаған екенмін. Айлығы қатты жоғары болмаса да жұмысы оңай. Форма кимейсің және наушникпен уақыт тез өтіп кетеді. Төбеңде ешкім қарап тұрмайды, өзіңмен өзің жұмыс жасайсың.